Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ болып шығатын булочканың түрімен бөлісетін боламын. Алдымен жылы суымызға бір қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып алыңыздар. Одан соң 10 минутқа қойып алыңыздар. Бөлек ыдысымызға бір жұмыртқаның өзін солай салатын боламыз. Одан соң бір жұмыртқаның сары уызын айырып, тек қана ақ уызын салыңыздар. Сары уызын бөлек ыдысқа аламыз, өйткені булочкамыздың бетіне жағатын боламыз. Енді осының үстіне қантымызды салып, жақсылап венчикпен қант ергенше араластырыңыздар. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Енді осы массаның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Одан соң бір шай қасық тұзымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Сұйық май қосатын боламыз. Мен қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей массамыз дайын болды. Енді апарамызды құятын боламыз. Мен апараны 10 минуттай қойдым. Араластырып болған соң алдын ала еленген ұнымызды осылай бөліктерге бөліп салатын боламыз. Басында осылай қасықтың көмегімен араластырсаңыздар болады. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, ұнды осындай бөліктерге салып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырды осылай столдың үстіне түсіріп, тура видеодағыдай етіп илесеңіздер, қамырымыздың илеуі қанып, әдемі болып шығады. Қамырдың толық илеуі қанды. Енді осыны дөңгелек формаға келтіріп, ыдысымызға салып, бетін пакетпен жауып 40 минутқа ашытып қоятын боламыз. Қамырды міндетті түрде жылы жерге қойыңыздар. Бөлме температурасындағы сары майымызды аламыз. Одан соң үстіне бір ас қасық сұйық май құйып, бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Мінекей осындай сары майымыз дайын болды. Мінекей қамырымыз ашыды. Енді осыны столдың үстіне түсіретін боламыз. Қолымызды қамырды майлап, осылай қамырды жаятын боламыз. Тек қана осылай қолымызбен басып шығамыз, оқтаудың қажеті жоқ. Менде 70-ке 35 шамасында қамырды осылай жайдым. Мінекей үлкендігі осындай болды. Енді ертілген сары майымызды қамырымызға толық жағып шығатын боламыз.
Қамырды осылай мен көрсеткендей етіп жасап алыңыздар. Сары майымыз сіңу үшін осылай қолымызбен басып алатын боламыз. Одан соң осылай сары майымызды тағы да жағатын боламыз. Тағы да қолымызбен осылай басатын боламыз. Қамырдың үлкендігі осындай болған кезде бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 8 бөлікке бөліп шықтым. Әр бөлігіміз осындай болып шығады. Одан соң осылай қамырымызды айналдырып, булочканың формасына келтіреміз. Формамызға салып, бетін пакетпен жауып, тағы да 10-15 минутқа қойыңыздар. Сонда қамырымыз көтерілетін болады. Жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, булочкамыздың бетіне жағып шығамыз. Егер осы рецепт ұнаса, комментарийға өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар, және де лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шықты. Енді қалған сары майымызды ыстықтай осылай бетіне жағып шығамыз. Сонда булочкамыз әдемі жұп-жұмсақ болып шығады. Қараңыздаршы, булочкамыз жұп-жұмсақ, өте әдемі, қатпарлы болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.